Сәлем достар, бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін біз сіздермен WhatsApp-тың сіз білмейтін кейбір құпиялар туралы сөйлесетін боламыз. Бастамас бұрын каналға подписаться басыңыздар, лайк қойыңыздар және комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода не көргілеріңіз келеді, сол туралы. Демек біз бастадық. Қазірде WhatsApp-та әртүрлі группалардан сообщениялар келеді және оларда суреттер, фото, документтер барлық нәрсе келетін болады. Оларды сіздің рұқсатыңызсыз қалай загрузить етпеуге болады? Мобильден қосылғаннан ол автоматты түрде загрузить етіп ала береді өзінің суреттерінің барлығын. Егер сіз өшіріп қойсаңыздар, оны сіздің рұқсатыңызбен ғана ашатын болады. Керек емес суреттерді ашпай ақ қоя бересіздер. Оның үшін настройкаға кіреміз. Және осы жерде данные хранилище деген бар. Осыған кіреміз. Неде тұр? Мобильный сеть деп. Осын барамыз, басамыз. Сіздерде дәл осылай барлығы қосылып тұрады. Оны өшіріп шығамыз. Сіздің рұқсатыңызсыз бұлардың ешқайсысын тартпайтын болады. Және ОК деген басып қоямыз. Осымен сіздің телефоныңызға сақтанып болмайтын болады. Тағы екіншісі, осы группалардан сообщение келеді. Сол келген сообщениялар галереяға түспес үшін қалай өшіріп қоямыз, галереяға қалай түспейтін етіп қоямыз. Яғни оның үшін чатқа кіреміз. Чатте видимость медиа деп тұр. Осыны өшіреміз. Бұны өшірсеңіздер, сіздің телефондарыңызға келген сообщениялар галереяға түспейтін болады. Сол тек қана WhatsApp-тың жадында тұрады. Сіздің телефондарыңыздың памятін толтырмайтын болады. Егер де бұны тек қана бұл барлық бүкіл группаларын өшіріп тастайды. Егер де сіздерге бүкіл группадан емес, тек бір немесе екі группадан өшіру қажет болатын болса, оның үшін группаға кіреміз. Және осы жерден видимость медиа деп тұр міне. Осын басамыз да нет дегенге қоямыз. Және окей десеңіздер, бұл группадан келген сообщениялар тек осы группаның ішінден ғана тұрады, галереяға өтпейтін болады. Енді тағы бірі, біздерге біреу сообщение жазатын болса, біз оны оқысақ, ода екі птичка және көк түске жанады. Сол көк түсті қалай өшіруге болады? Оның үшін төмендегі үштіктен басамыз және настройкаға кіреміз. Осы настройканың ішінден аккаунтқа кіреміз. Міне бірінші болып тұр конференция, осыған басамыз және міне отчет о прочитании деп тұр. Осыны өшіреміз. Бізге біреу жазса егер, біз оны оқимыз, оқығанымыз оған көк түске жанбайды. Тек екі птичка болып тұрады. Ал оған ответ қайтаратын болсақ, ода міндетті түрде көк птичка жанатын болады. Тек ответ қайтарғанға дейін, ответ қайтармағанға дейін оған дейін көк түске жанбайтын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар, каналға подписаться басыңыздар, лайк қойыңыздар.